Су қалай ластанады? Су көздері табиғи құбылыстар мен адам әрекетінен ластанады. Дауыл мен құм құйым, топырақ шаңды бұрқыратып, су көзін лайласа, жаңбыр су ауаға ұшқан түрлі зиянды заттарды суға араластырады. Адамдар өндіріс орындарынан шығатын қалдықты, мұнай өнімдерінің қалдығын, тұрмыстық қоқыс пен сарқымды суды ағызу, тыңайтқыштарды қолдану, қауіпті жүк тасымалдау арқылы су көзінің ластануына себепші болады. Ластанған суды пайдалану адам өмірі мен барлық тірі ағзаның тіршілігі үшін қауіпті. Сумен көптеген ауру таралады. Олар ауыз суды пайдалану арқылы ғана емес, лас суда шомылудан да жұғады. Су гиацины су қоймаларды зиянды заттардан тазартады. Ол су құрамындағы улы заттар мен ауыр металдармен қоректенеді. Әр азамат суды қорғауға үнемдеуге өз үлесін қосуы тиіс. Біз бүгін судың қалай ластанатынын көрсетеміз. Ол үшін бізге топырақ керек, және де жарты стакан су. Қасығымызбен топырақты алып суға саламыз. Енді араластырамыз, су ластанады. Неке су осылай ластанады. Бүгін біз судың қалай ластануы туралы айтып беремін. Ол үшін адамдар тастап кеткен қалдықты суға салып араластырамыз. Міне суымыз лас суға айналды.